Қалай әлемдегі ең күшті адам болуға болады? Я достар, бүгін мұғалім осындай бір қызық сұраққа жауап береді. Бірақ бұл жерде мен мына жердегі күшті айтпаймын, мына жердегі күш сияқты, бірақ 3 түрлі күшті айтамын. Осы бір 3 түрлі күшті дұрыс қолдана алсаң, сенің өмірің басқаша бір векторда өзгеріп, әлдеқайда мақсаттарыңа тез жетесің. Әлдеқайда тез жетесің. Жел сияқты жетесің. Неге? Өйткені сенде күш бар. Бірақ бұл күш емес. Тағы да айтамын, бұл күш емес. Қандай күш? Бүгінгі сабақта айтатын боламыз. Бүгінгі осы бір видеода айтатын боламыз. Видео сабақта айтатын боламыз. Сәлем достар. Менің есімім Нұрдәулет. Мен болашақ мұғаліммін. Бұл болашақ мұғалімнің арнасы. Міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Сонымен қоса, мені Инстаграм желіме тіркеліп кетіңіздер. Ол жерде өте қызық нәрселер бар. Кеттік. 3 түрлі күштің түрі бар. Бірінші күш бұл әсер ету күші, яғни сен бірдеңеге әсер етесің. Сен тіпті диванда жатсаң да, сен диванға әсер бересің, яғни диван кішкене төмендейді. Дұрыс қой, кез келген күш бар. Өмірде біреу сені итереді, екеуінің арасында күш пайда болады. Бұл Ньютонның бірінші заңы, біздің бүкілімізге сүйікті сабақ, физика сабағының заңы, Ньютонның бірінші заңы қазір толықтай, сөзбе-сөз айтпаймын, дегенмен де бір дүниеге бір дүние әсер етпесе, ол дүние өз күшін жоғалтпайды деген сияқты, өзінің сол бір қалыпын жоғалтпайды. Меніңше, бұл Ньютонның бірінші заңына сай келетін күш болып келеді. Біздегі екінші күш бұл күштердің взаимодействие. Екі күш бір-бірімен қосылған кезде, міне, саған шынымен де күш пайда болады. Сен егер де осы бір күшті өзімен бірге алсаң, онда сенде кәдімгідей бір үлкен бір күш пайда болады. Яғни күшті болу үшін бірлік керек дейді ғой, меніңше бұл саған бірлік береді, бұл саған қосады, екеуің бірігесіңдер, бірігіп өте мықты деңгейге шығасыңдар. Қалай? Мысалға, маған тренировка жасау керек. Бұл мен өзімнің күшім бар. Плюс мен бір досымды шақыртып алып, олмен бірге тренировка жасасам, менде мотивация пайда болады. Менде одан да бір мотивация, менде ішіндегі эго артықты досымнан озып кетуді қалайды. Біреу мен кәдімгідей бір мықты, тез жасағым келеді, мен досыммен бірдей бір қалыпты дайындалғым келеді. Бұл маған мотивация, бұл маған тренировкаға баруға мотивация, бұл маған тренировкада одан да күшті результат көрсетуге мотивация, ал досыма да бұл мотивация. Екеуміз қосыламыз, екеуміздің мотивациямыз артады, екеуміз одан да мықты болашамыз. Әлдеқайда аз уақытта үлкен прогресске жетеміз. Бұл бізде взаимодействие. Тағы да бір өмірде мысалдар бар. Мысалға, мен қазір кітап оқып отырам. Мен бір кітапты сол оқып тастағаннан кейін, маған бір келесі кітапты оқу керек. Бірақ келесі кітап қымбатырақ тұрады, немесе оған ақша жетпейді. Мысалға, менің ақшам жетпейді. Мен істеймін, егер де мен тағы да бір досын тауып алсам, немесе бір келсіген мектептегі бір адамды тауып алсам, о да бір кітап болса, менің қалаған кітап болса, ол да менің қалайтын кітабымды алса, онда екеумізде не шығады? Күш пайда болады. Взаимодействие күші. Және де біздегі үшінші күш. Бұл нейтралды күш. Бұл күш сені ойлаған сәтте келмейді. Бұл күш кейін барып келеді. Бұл нейтралды болып келеді. Мысалға, сен өмірде жүресің ғой. Өмірде жүресің. И сенің мысалы жақын досың саған бір түсініксіз жерден саған қосылып кетеді. Саған қосылады, екеуің жақын дос болып кетесіңдер. Ол саған негізінде танымайтын адам болады. Ол саған қосылып кетеді, екеуің мықты, одан да мықты болып, кәдімгідей достарын артып кетеді, таныстықтарын артып кетеді. Тура сол сияқты. Сен мысалға жаңағындай екеуің жүресіңдер, бағана айтқандай досың екеуің тренировкаға барасыңдар, үшінші адам келеді, үшінші адам тренировкада сендер мысалы залда тренировация етіп отырсыңдар, сенімен жасты бір подросток керек та, саған айтады, мінекей осындай бір күш бар екен дегенде, оның өзі күш қой, әзір. Ол келеді, саған қосылады,
сол кезде басында сендермен қайтып тренировка жасайды, бірінші тренировкаға барады, ол вообще сендер жай ғана бақылайды, нейтралды ол екеуісіне бірге взаимодействие болып жатқан жоқ, бірақ осы содействие арқылы, яғни басында нейтралды болып келе жатып сендерге қосылып кетеді. Осылайша сендер үш күшті бір адам болып тренировкаға одан да күшті болып барасыңдар, кәдімгі компашка болып барасыңдар. Мінекей осылайша үш күш деген бар. Яғни біріншісі содействие, сен бірге әсер етесің, екіншісі взаимодействие, үшіншісі нейтралды күш. Мінекей егер де сен осы бір үш күшті пайдалана алсаң, әсіресе взаимодействие күші өте маңызды болып келеді. Взаимодействиені көбінесе сен жасайсың ғой, ойланып көресің, анализ жасайсың. Окей, менде қандай бір жанымда таныстарым бар, окей, менде қандай бір мүмкіндіктер бар, окей, менде қандай бір ресурстар бар деп ойлайсың ғой. Бұл взаимодействие. Ал жаңағы ең соңғысы нейтралды болса, ол саған көп жағдайда сен білмейтін моменттерде Алланың қалауымен, Алланың құдіретімен саған келетін күш болып келеді. Біріншісі енді былайша айтқанда қоя салуға болады. Мінекей, осы бір үш күшті дұрыс пайдаланып отырсаң, дұрыс орында, дұрыс уақытта пайдаланса, сенің мақсатың, сенің армандарың, сенің өмірің әлдеқайда тез жүретін болады. Ендеше сен бүгіннен бастап, осыны түсініп алғаннан кейін әлемдегі ең мықты адам болдың деп ойлаймын. Бірақ бұнымен шектеліп қалмайды. Шынымен де бізге әрекет жасау керек, ал әрекет жасау үшін мен арнайы тинейджерларға арнайы курс жасаған болатынмын. Тинейджер клаб курсы. Толық ақпаратты төмендегі ссылкаға өтіп біле аласың. Ол жерде 14 күнде сен өзіңнің трансформацияңды, өмірлік трансформацияны жасайсың. Бізде 3 блок бар. Бірінші блокта өмірді қолға аламыз. Яғни біз система құраймыз, таңғы рутина, ұйқы, тренировка, питание деген сияқты. Екінші блокта біз өзімізді арман мақсатымызды анықтап, миссиямызды жазып, долгосрочный, краткосрочный мақсаттарымызды жасайтын боламыз, анықтайтын боламыз. Үшінші блокта біз қаржылай сауаттылықты үйренеміз, біз инвестицияны жасайтын боламыз, біз бизнес-план ойлап табатын боламыз. Бұл шынымен де 14 күнде істелінетін нәрсе. Толық ақпаратты астында біле аласың. Ал кеттік достым, келесі сабақтарда кездескенше.